Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай алмалы штрудельдің рецептін ұсынамын. Өте дәмді болып шығады. Менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен алманы көбіктеп турап, үстінен 2-3 ас қасық қант қосып, араластырып шетке алып қоямыз. Бұл штрудельді дайындау үшін қатпарлы қамыр керек. Ол үшін менде өзімдегі қатпарлы қамырды қолдандым. Бұл қатпарлы қамырдың рецепті менің арнамда бар. Осы рецептпен жасап көрсеңіз болады, немесе магазиннен өзіңіз қатпарлы қамыр алып дайындасаңыз болады. Осылай видеода көрсетілгендей қатпарлы қамырымызды 4 бұрышты етіп жайып алып, видеода көрсетілгендей 2 шетін кесіп аламыз. Барлық шетін осылай жолақ етіп кесіп алып, ортасына алмамызды салып шығамыз. Енді 2 шетіндегі қамырды айқастыра отырып, өрілген тәрізді етіп, осылай видеода көрсетілгендей өріп шығамыз. Бұл уақытта сізде пешіңіз 180 градуста қызып тұру керек. Бетінен жұмыртқаны жағып, 180 градуста қызып тұрған пешімізде 30 минут шамасында пісіріп аламыз, беті қызарғанша. Пісіп болғаннан кейін суылған соң үстінен қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Менің арнама тіркеліп қойыңыз және қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Барлықтарыңызға ас болсын.